Сәлеметсіздер ма балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Менімен бірге математика сабағын бастауға дайынсыздар ма? Бүгін өтетін тақырыбымыз көбейту мен бөлу амалдарын орындау кезіндегі нөлдің қасиеті, санды нөлге бөлуге болмайтындығы. Балалар, алдымен өткен сабақта алған білімімізді ауызша есептеу арқылы қайталап алайық, еске түсірейік. Санды бірге көбейткенде және бөлгенде, санды сол санның өзіне бөлгенде қандай сандар шығады, еске түсірейік. Санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады. Санды бірге бөлгенде де санның өзі шығады. Санды санның өзіне бөлгенде 1 шығады. Есімізге түсті ме? Ал енді бүгінгі сабақта көбейту мен бөлудегі нөлдің қасиетін әріпті теңдіктер арқылы жазып үйренеміз. Балалар, 7 мен 0-дің көбейтіндісіне назар аударайық. Бірінші өрнекте 7 көбейту 0, екінші өрнекте 0 көбейту 7, яғни көбейткіштердің орындары ауысқан. Көбейтудің қасиеті бойынша, ауыстырымдылық қасиеті бойынша көбейткіштердің орны ауысқаннан көбейтінді өзгермейді. Енді оны қосу түрінде жазатын болсақ, 0 көбейту 7 тең 0 қосу 0 қосу 0, осылайша 7 рет қосқан. 0-ды қанша рет қоссақ та 0 болады. Демек, осы жерден қандай қорытынды шығады? Санды 0-ге көбейткенде 0-дің өзі шығады. Бұл А көбейту 0 тең болады 0 деген бұл балалар әріпті өрнек. Математикада бұны формула деп атайды. Ұмытпаңыздар. Енді орнына сандар қойып көрейік. 7 мен 0-дің көбейтіндісі 0-ге тең. Енді осы жерден көбейтінді 0, 0-ды бөлеміз 7-ге, бірінші көбейткішке яғни. Сонда екінші көбейткіш шығады. Міне осындай заңдылық бар, көрдіңіздер ма? Демек, 0-ды санға бөлгенде де 0 шығады. Санды 0-ге көбейткенде де 0-ды санға бөлгенде де 0 шығады. Ұмытпаңыздар. Бірақ санды 0-ге бөлуге болмайды. Бұл да математиканың заңдылығы. Есте сақтаңыздар. Көбейткіштердің бірі 0-ге тең болса, көбейтіндінің мәні де 0-ге тең болады. Ереже бұл, жаттап аламыз. Оның әріпті өрнегі А көбейту 0 тең болады 0-ге. А-ның 0-ге көбейтіндісі 0-ге тең. 0-ді кез келген санға бөлгенде бөлінді 0-ге тең болады. Жаттап аламыз. Ереже. 0-ді 0 бөлу А тең 0-ге. Жаттаймыз. Ал санды 0-ге бөлуге болмайды. Мұны да жаттаймыз. А бөлу 0 бұл болмайды. Енді оқулықпен жұмыс жасайық. 44 және 45-ші бетті ашып қойыңыздар. Дайынбыз ба? Алдымен ауызша есеп орындайық. Бұл жерде жазушылар бар. Мұзафар Әлімбаев, Сәкен Сейфуллин және Сырбай Мауленов. Кәнеки балалар, Мұзафар Әлімбаевты неліктен мен екінші өрнекке отан дегенге байланыстырып қойдым, сәйкестендіріп. Мәні бірдей теңдіктерді тауып, ақын жазушылардың қандай өлең жазғанын анықта дейді. 9 көбейту 1 көбейтіндісінің мәні 9-ға тең. Ал 3 көбейту 3 көбейтіндісінің мәні де 9-ға тең. Демек, екі өрнектен де 9 шықты. Сондықтан
Біз осы жерден Мұзафар Әлімбаевтың «Отан» деген өлеңді жазғанын біліп отырмыз. Ал Сәкен Сейфуллин болса, Көкшетау өлеңін жазған екен. Сырбай Мәуленов «О дала менің» деген өлеңді жазған екен. Мәндерін тапқанда көбейтінділердің мәні бірдей сандар шығады. Бөліндінің мәні де бірдей сандар шығады. Түсінікті ме? Балалар, жазбаша тапсырма орындайтын боламыз. Номер 2-ші есептің әс-ә бөлігін ғана орындаймыз. Бұл 44-ші бетте. Алдымен үлгіге қарап, осылайша жазып алыңыздар. Содан соң теңдіктерін табасыздар. Балалар, номер 5-ші есептің А бөлігінде жазбаша орындайтын боламыз. Алдымен талқылайық. Саябаққа 24 терек көшеті 3 қатарға теңдей бөлініп отырғызылды. Енді бұл жерде сұрақ қойылмаған. Сұрақты біз өзіміз қоюымыз керек. Сызбаға қарайықшы. Саябақта барлығы 24 терек көшеті 3 қатарға теңдей бөлініп отырғызылды. Біз қандай сұрақ қоюға болады бұл жерде? Саябаққа 24 терек көшеті 3 қатарға теңдей бөлініп отырғызылды. Сұрақ: әр қатарға неше терек көшеті отырғызылды? 3 қатарда 24 терек болса, әр қатарда қанша терек? Демек, біз шешуін өз бетімізбен табамыз. Қандай амал қолданамыз бұл жерде? Және жауабын да жазып аламыз. Немесе шартын жазбай-ақ бірден шешуі мен жауабын жазсаңыздар болады. Балалар, номері 6-шы теңдеуге назар аударайық 45-ші бетте. А-ның 5-ке көбейтіндісі 0-ге тең. Бұл жерде А-да 5-те көбейткіш. Көбейтіндінің мәні 0-ге тең. Егер бір көбейткіш белгісіз болса, онда көбейтіндінің мәнін бөлеміз белгілі көбейткішке, яғни А тең 0 бөлу 5. А тең 0. Теңдеудің түбірі 0-ге тең. Тексеруін жазамыз, астын сызғышпен қарындашпен сызамыз, жай қарындашпен. Осылайша қалған 2 теңдеуді жазып ала қойыңыздар. Балалар, кәнеки бүгінгі сабақтан алған білімімізді қайталап пысықтап алайық. Санды 0-ге көбейту. Санды 0-ге көбейткенде 0 шығады екен. Ережені жаттап алыңыздар, формуланы да жаттап аламыз. 0-ді кез келген санға бөлгенде 0 шығады. Көрдік пе мысалдарға? Ал санды 0-ге бөлуге болмайды. Жаттап аламыз. Балалар, сабағымыз аяқталуға таяу қалды. Алдымен маған кері байланыс беріңіздер. Түсіндім, өзгелерге көмектесе аламын. Түсінгендеймін, аздап көмек керек. Түсінбедім, мен үшін қиын болды. Өздеріңізге сәйкес смайлик түрлерін салып, бояй қойыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.